Аңызға айналған адам. Бұл атақ жеке тұлғаның адамдарға және қоғамға тигізетін әсерін білдіреді. Шығыс Қазақстандағы Марқакөл жерінің тумасы Құмаш Нұрғалиев осындай аңыз адам атанды. Құмаш Нұрғалиев 17 жасында өз еркімен отан қорғауға аттанып, 1944 жылы 29 қазанда Рига түбінде кесіліскен шайқаста оның бөлімшесі фашистердің атыс нүктесін жойды. Құмаш тапсырманы орындап, Қызыл ту орденмен марапатталды, бірақ өте ауыр жараланды. Оның өмірін сақтап қалған адамдар жарақатының ауырлығын былайша сипаттайды. Олар медициналық батальон шатырына тағы бір зембіл әкелді. Оның ортасындағы пальтоның астында бір бума орама жатыр. Мен пальтоны көтеріп қалдым да айғайлап жібердім. Ол жерде екі аяғы мен қолы да жоқ, бозарған, қорғансыз бала жатыр екен. Менің оны аяғаным сонша, дереу көтеріп алдым деп еске алды медбике Валентина Шевелева. Ал алдың қатардағы дәрігерлік батальонда Құмашқа ота жасаған хирург Александр Молоденков соғыс кезінде көптеген оқиғалардың ішінде дәл осы оқиға оның жадында ерекше ауыр болып қалғанын еске алды. Майдандағы дәрігерлік батальоннан кейін Құмаш аяқ қолдары кесілген жаралыларға арналған Мәскеу ауруханасына ауыстырылды. Осы ауруханада 2 жыл бойы оған 12 күрделі ота жасалды. Құмаштың бастан кешкен қасіретін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Гангренадан құтқару үшін дәрігерлер оның сүйектерін арамен кесіп, сіңірлер мен қан тамырларын үзіп тігіп тастады. Осы ауыр ота анестезиясыз жасалды. Қайтадан жүруді үйрену үшін Құмашқа 2 жыл қажет болды. Ауруханада дәрігерлер Құмашқа ауыр протезбен және 2 балдақпен жүруді үйретіп қана қоймай, ең бастысы оны жаңа өмірге дайындады. Мәскеу мұғалімдері Зинаида Толстикова мен Наталья Балдина Құмаштың орта мектепті сырттай бітіріп шығуына және бухгалтерлік есеп бойынша бухгалтерлік есептің жалпы одақтық курстарынан білім алуына көмектесті. Ол палатадағы жолдастары мен офицерлер Глебов, Ливанов пен және оның ағасы әскери академияның профессоры мен баға жетпес қарым-қатынаста болды. Олар Құмашқа шабыт көзіндей болып, болашаққа ұмтылуды үйретті. Тағдыр тайганың түкпірінен келген бір баланың жеке тұлға болып өсуіне мүмкіндік берді. Ол Мәскеуді зерттеп, ой өрісін кеңейтті. Құмаш Нұрғалиұлы, соғысқа дейін Мәскеу мемлекеттік университеті туралы білмедім, және ешбір театрға және мұражайға барып көрмеген едім деп еске алады. Өмірде мейірімді адамдармен кездесуден жолым болды. Менің өмірімде олар көп болды. Неліктен мүлде бейтаныс адамдар маған ешкім білмейтін, бөтен және үмітсіз мүгедек болып көрінетін балаға соншалықты нәзік сезім мен ерекше қамқорлық жасады. Білем, олардың бойында біздің одақ халқының асқан мейірімділігі, биік адамгершілігі болды. Құмашқа деген осындай көзқарастың жарқын мысалы ретінде атаңызға айналған Кеңес одағының батыры, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының Қазпи-дің ректоры Мәлік Ғабдуллин болды. Ол Құмашқа құдіретті күш-қуат беретін хаттарында «Менің батырым» деп жазатын. Көптеген адамдар жас жігітке жаңа қиын өмірдің мәнін табуға көмектесті. Және оның жерлестері Ақсақал Ыстәулет Паяндаров пен Қыдырқан Көбесбаев еді. Сыныптастары социалистік еңбек ері атанған Бошай Кітапбаев, Марқакөл аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Қабдош Бакин, Құрылыс жол институтының кафедра меңгерушісі Қабдош Дамитов еді. Бұлар жас Құмашты қоршап алған нағыз мықтылар болатын. Оны қолдап, өмірге қайта келгенде солар еді. Жары Қанипа Айкенова
шынымен де оның өмірінің тірегіне айналды. Дана, ерік жігері күшті Қанипа Құмашқа тұрмысқа шығудан қорықпай, өмірінің соңына дейін оның жары болу бақытын тілге тиек етті. Олардың махаббатының кереметі Құмашқа әкелік қуаныш пен отбасылық бақыт сезімін сыйлады. Құмаштың соғыстан кейінгі жаңа өмірге оралуына оның анасы Күлдаридің рөлі зор болды. Оның ұлына деген нық сенімі Құмаштың толыққанды өмірге оралуына көмектескен ананың ұлы күші де осындай. Ол оған аянышпен қараған жоқ, бірақ көрсетпей қолдау ұйымдастырды. Оның кіші ұлы Өмірбай 7-ші сыныптан бастап өмір бойы Құмаштың қасында болды. Тамаша әнші және әзілшіл бола отырып, ол Құмаштың өміріндегі қиын сәттерді жеңілдетуге тырысты. Басқа бауырлары Қалдыр мен Мамырбай да әрқашан жанында болды. Құмаш Нұрғалиұлының ерлігі мен қоғамға көрсеткен үлгі-өнегесінің құдіреті оны кәсіби биік белестерді бағындыруға жетеледі. 1981 жылы 27 қарашада КСР жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен Құмаш Нұрғалиевке КСР халық мұғалімі атағы берілді. Бұл мемлекеттік деңгейдегі ең жоғары ұстаздық атақ болды. Ол бүгінде Ресей Федерациясында сақталған. Құмаш өзінің еңбек жолын Сәрбенок ауылындағы туған мектебінде бастаған. Ол директорлық қызметін жаңа мектеп ғимаратын салудан бастады. Бүкіл ауылды асар әдісімен салуға жұмылдырды. Ол кезде ол небәрі 23 жаста еді. Бізді оның ауыл адамдар арасында қаншалықты беделді болғаны таңғалдырады. Құмаш Нұрғалиұлы өзінің ең батыл жаңашыл идеяларын Боран ауылындағы мектепке директор болып келгенде жүзеге асырды. Ол ауыл оқушыларының сапалы білім алу үшін қажетті инфрақұрылымды жағдай жасауды басты міндет деп санады. Оның сол кездегі ауыл балалары неге қала балаларымен айталық мәскеулік мектеп оқушыларымен бірдей жағдайда оқуына болмайды деген батыл сөздері бүкіл елге тарады. Ол туралы бүкіл одақтық және республикалық газеттерде жарияланды. Сондықтан да бұлар Мәскеуде өткен бүкіл одақтық мұғалімдер съезіне делегат болып қатысып, КПСС орталық комитетінің партиялық бақылау комитетінің төрағасы Арбит Пельшенің алдына жеткенде, ол өзің емес. Балаларға жаңа мектеп салуды сұрап келгеніңді білем. Сендерде жаңа мектеп болады, деді. Осылайша шалғайдағы Боран ауылында 950 орындық типтік жобадағы жаңа ғимарат пайда болды. Бірақ бұл жай ғана мектеп ғимараты емес, тұтас мұғалімдер қалашығы. Мектеп жанынан бау-бақша егіліп, нағыз атыс тері жұмыс істеп тұрды. Сонау 1960 жылдары Құмаш Нұрғалиұлының ауыл мектебінде заманауи инфрақұрылымын құру туралы жаңашыл идеясы дәстүрлі емес, батыл әрі үдемелі болды. Құмаш Нұрғалиұлы ой өрісі өте кең адам еді. Шалғайда тұрған кездің өзінде ол ғалымдармен, соның ішінде КСРО педагогика ғылымдары академиясының мектеп жабдықтары және техникалық оқу құралдары ғылыми зерттеу институтының ғалымдарымен тығыз байланыста болды. Боран мектебінің Қазақстандағы жалғыз және Кеңес одағында алғашқылардың бірі болып, мектепте теледидар техникалық орталығын құруы кездейсоқ емес. Әлі теледидары жоқ ауылда мектеп сыныптары теледидар радио қабылдағыштармен жабдықталып, телестудия құрылды. 1975 жылы мектеп КСРО халық шаруашылық жетістіктері көрмесіне қойылып, қола медальмен марапатталды. 1988 жылы 30 маусымда Құмаш Нұрғалиұлын жерлеу рәсімі күні мектепке алғашқы жапондық Ямаха компьютерлік зертханасы әкелінгені көңіл толды. Бұл оның аурухана төсегінен ауыл оқушыларына арнап жасаған ең соңғы сый еді. Мектепті технологияландырудың мұндай деңгейі білім беруді ақпараттандырудың үлгісі болды деп қалай айтпайсың? Қазақстанда ол ресми түрде 10 жылдан кейін басталған. Құмаш Нұрғалиұлының жаңашыл ойы да ерекше болды. Әр түлек үшін жұмысшы кәсібін игерді. Боран мектебіндегі балалар
совхозға ғана емес, ересек өмірде өздеріне де қажетті мамандықтарды меңгерді. Мектеп тігіншілікті, аспаздықты, түрлі техникаларды жүргізуді, металл өңдеу мен токарьлықты, машинкада жазуды теруді, фотосуретке түсіруді үйретті. Құмаш Нұрғалиұлы балалардың өнімді еңбегінің тәрбиелік мәні зор екеніне көңіл бөлді. Оқушылар қосымша мектеп ғимараттарын салуға белсене атсалысып, мал төлдету маусымында совхозға егін жинауға көмектесті. Олар тапқан ақшасын туристік сапарларға жұмсады. Бүгінде ауылдың мәдени ағарту ошағы ретіндегі мектеп мәселесі тағы да көтеріліп жатыр. Бұл мәселені шешудің кілті де мектеп директорының іскерлік тұлғасына байланысты. Ауыл тұрғындарымен қарым-қатынасы, қаладағы негізгі кәсіпорындардың басшыларымен бірлесе жұмыс істей білуінде. Борандағы негізгі кәсіпорын совхоз. Оны ұзақ жылдар бойы Айтмұхамбет Асқаров, Тұрсынғали Жұмақановтай беделді директорлар басқарған еді. Боран ауданның экономикалық орталығы болды. Онда аудандық мұнай базасы, аудандық ауыл шаруашылық машиналарын жасау, астық дайындау нысаны орналасты. Кейін бұл жерде мектеп құрылысына байланысты арнайы құрылған ПМК өндірістік базасы құрылды. Боранға ұшақтар ұшып, Ертіс өзенімен көлік және жүк кемелері жүзді. Ауылдың орталығындағы мәдениет үйінде мектеп оқушылары совхоз жұмысшыларымен концерт, жарыстар мен спорттық ойындар өткізді. Міне ауылдағы өмір осындай еді. Мектеп барлық іс-шаралардың бел ортасында болды. Құмаш Нұрғалиұлы адам сенгісіз қиындықтарды жеңуде қайсарлық пен қажырлық танытты. Оның соғыстан кейінгі өмірі күрес пен жеңіске толы болды. Аудандық партия комитет қызметкерлерінің сырттай заңсыз оқуына қарсы шығудан қорықпады. Сол үшін аудан орталығындағы мектептің бас мұғалімі қызметінен босатылды. Мұғалімдер съезінде ұстаздардың дайындығын, балалардың бойында отансүйгіштікке баулуды сынаудан да қорықпады. Бүкіл зал орнынан тұрып, дүр сілкіндер қол соққаны күні бүгінге дейін сол конгресске қатысушылардың есінде. Ол қазақ, орыс тілдерін жетік меңгерген, өте шешен адам еді. Оның баяндамаларында ең бастысы отансүйгіштік, балалардың, елдің болашағына деген шынайы қамқорлық болды. Дәл осы сөзінен кейін оны Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамбет Қонаевпен жеке кездесуге шақырды. Мықты директор дегеніміз мықты педагогикалық ұжым. Құмаш Нұрғалиұлы үшін бұл ешқандай дәлелді қажет етпейтін аксиом еді. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының түлегі Мүтәл Раисов осы мектепте 15 жыл үзіліссіз директордың орынбасары қызметін атқарды. Мәскеулік Лия Копытина оның шақыруымен Бобруйка ауылынан көшіп келіп, онымен бірге 20 жылдан астам мектеп директорының орынбасары болды. Ол әрбір мұғалімді жеке тұлға ретінде бағалады. Ол тек құрметтейтін және санайтын адам ғана емес, ең бастысы, олардың кәсіби даму траекториясын қалыптастыруға көмектесті. Құмаш Нұрғалиұлы мектеп директорлары мен білім саласы жетекшілерінің тұтас бір буынына Раисов Мүтәл, Әбдірахман Батаев, Тұрғанбаев Мамырбек, Қалихан Омаров, Тұрсынхан Сұлтанбеков, Қабләшім Бәгенов, Мирас Дүнгөнов, Галина Поваляева, Татьяна Целовальникова және тағы басқаларға тәлімгерлік етті. Мектеп түлектері арасында мектептер мен колледждердің директорлары Бағдангүл Мұстафина, Әлия Айкенова, Гүлмира Дәуленова, Талант және Марат Нұрғалиевтер бар еді. Құмаш Нұрғалиұлы ресми мәртебесімен де, халқының мойындауымен де халық ұстазы атанды. Ол адамдарға ақыл кеңестермен, және нақты әрекеттермен де көмектесті, және көпке тәлімгер болды. Сондықтан оның бүгінгі идеясын жалғастырушы Тарбағатай ауданында ұзақ жыл мектеп директоры болып қызмет еткен Әлібек Нұрмұхамбетов. Ұстаздардың бойындағы асқан талантты тани білген. Қанипа Бітібаева айтқандай, ұстаздар қауымын
Құмаш Нұрғалиұлының арқасында ашты. Бүгінде Қанипа Омарғалиқызының есімі үлгілі ұстаз зерттеуші ретінде республика көлемінде танымал. Шалғайдағы ауыл мектебінің директоры болған Құмаш Нұрғалиұлының беделінің сыры неде? Бұл оның өз лауазымын абыроймен меңгеруінде. Ол батыл түрде бастықтарға ұсыныстармен жүгінуші. Осылайша облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Александр Протазанов, өлкелік партия комитетінің хатшысы Геннадий Бердюкин, облыстық партия комитетінің ғылым және оқу орындары бөлімінің меңгерушісі Надежда Степаншук, Марқакөл аудандық партия комитетінің бірінші хатшылары Оякен Рахимов пен Мұрат Дәуленов және басқалары жақсы таныды. Оны білім министрі Қожахмет Балахметов те, облыстық білім басқармасының басшысы Базатай Қайырбеков пен аудандық білім бөлімінің басшысы Сайлаубек Жұманов та жақсы танитын. Құмаш Нұрғалиевтің жаңашыл идеяларының теориялық түсінігі Қазақстандағы педагогикалық ой антологиясында педагогика және Қазақстан тарихы бойынша 2 кандидаттық диссертацияда, жоғары оқу орындары мен мектеп оқулықтарында көрініс тапқан. Бұған КСРО халық мұғалімі Құмаш Нұрғалиевтің педагогика мен оқу-ағарту тарихындағы ерекше орны дәлел. Құмаш Нұрғалиұлының өмірден өткеніне де 37 жыл өтті. Бірақ оның есімі халық арасында ұмытылмайды. Ол туралы аңыз әңгімелер айтылып, өлеңдер жазылады. Өз елінің патриоты ретіндегі оның батыл, жарқын бейнесі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Боран ауылындағы мектеп гимназия мен Өскемендегі нөмірі 43 мектепке Құмаш Нұрғалиұлының есімі берілді. Марқакөл қарағай мен әдемі гүлдермен қоршалған Борандағы мектеп алаңында Құмаш Нұрғалиұлының ескерткіші тұр. Оқу ордасы атақты директордың жарқын бейнесін ғана есте сақтап қоймай, оның педагогикалық идеяларын да дамытады. Өскеменде студенттердің бастамасымен жекеменшік жоғары оқу орнына Құмаш Нұрғалиевтің есімі берілді. Оның 100 жылдығына орай мұражай ашылды. Мыңдаған студент Құмаш Нұрғалиұлының өмірімен, шығармашылығымен танысады. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрліктерінің ұсынысымен халық ұстазы Құмаш Нұрғалиевтің 100 жылдық мерейтойы республика көлемінде аталып өтті. Іс-шараларды ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 4-ші және 5-ші шақырылымдарының депутаты Светлана Ферхо белсене атсалысты. Ғаламторда белгілі жазушылар Мұзапар Әлімбаев пен Ғафу Қайырбеков, журналистер Андриан Розанов, Мұхан Әбуғалиев жазған жүздеген мақалалар мен өлеңдер, режиссер Саид Фазилдің 5 фильмі орналастырылған сайт құрылды. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде, Өскемендегі Абай атындағы педагогикалық колледжінде, Шығыс Қазақстандағы Өрлеу ұлттық орталығының біліктілікті арттыру институтында Құмаш Нұрғалиев атындағы оқу кабинеттері мен аудиториялар ашылды. Студенттер мен мектеп оқушылары эссе жазды, бейнероликтер түсірді, оның өмірінен көріністер сахналады, тіпті портреттерін де салды. Мінекей біз бұдан Құмаш Нұрғалиев бейнесінің адамгершілік, отансүйгіштік қасиетін көреміз. Отаншылдық, президент Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай, мемлекеттігімізді сақтаудың басты кепілі. Туған жерге деген сүйіспеншіліктен асқан қасиет жоқ. Халқына қызмет етуден асқан бақыт жоқ. Құмаш Нұрғалиевтің өмір жолы дәл осындай ұлтжандылықтың, ел игілігі жолындағы ұстаздық еңбегінің үлгісі. Ерір деген сөз жетпеген бағасына, сан ақыл көрік берген санасына, тағылған жеке дара жұлдыз еді
Алтайдың алтын шекпен жағасына. Ақ көңіл адал жаны қиянаттан, сен арман көкірегіне ұялатқан. Қаңтарда қабағынан қырау сілкіп, ақ сыңғар тау күзеткен қия баққан. Марқаным мақтанышы қылмаш деген, жалғанда енді ондайлар тумас деген. Жүзіне бүтіндердің татушы еді, ау, жалғыз қол екі жанар бір баспенен. Халқының алғысынан ұйғалаған, қасына дос жинаған тек танадан. Пенденің ескерткішін есіне алмас, Құдай өзі ғұрыштан қиған адам. Секілді бір гүлгене таң самалы, елінің болашағы аңсағаны. Жүз жасты қию керек еді соған, айтылмай қалды ма екен қанша ән. Марқаның мақтанышы қылмаш деген,